Сәлем достар, бұл тең тіршілік подкасты. Менің атым Фатиха. Мен Ақторғын. Осы подкастты жазып бастауға өте қуаныштымын. Қатты қобалжып тұрмын қазір, шынымды айтсам. Мен үшін бұл бірінші осындай тәжірибе. Өзімде прям подкаст жазып, особенно видеоға түсіріліп, солай жазғанды бірінші рет көріп жатырмын. Бірақ сен үшін де ол бірінші рет сияқты. Иә, бірінші рет мен үшін де. Бүгін еще бізде маңызды тақырып сияқты. Қазір бүкіл Турецті шулатып жатқан иттердің мәселесі, көше иттерінің, дала иттерінің мәселесі және адамдар мен иттер бірге қалай өмір сүреді. Осы сұрақтарды дұрысынан талқылаймыз деп ойлаймын. Иә, мен де ойлаймын, бұрын өте уақытлы жасалып отырған зат деп ойлаймын. Көптен бері арасында үйде жүргенде де кіммен осы туралы сөйлесеріңді білмейсің, бірақ біздер үшін жақсы мүмкіндік сияқты осындай уайымдарымызды айтып шығуға. Мен танысып алайық та басында. Өзің туралы айтып берсең? Мен Ақторғын, басқа не айтайын. 2023 жылдан бастап веганмын, феминистпін, белсендімін, белсендімін. 8 наурызда марш пен митинг ұйымдастыруға сол жерде жүрдім. Қазір ол нәрселер басылып қалды, себебі жалпы Қазақстандағы жағдай сондай болып тұр. Мен өзім басылғым келгеннен кейін басылған жоқпын, просто ешкім түрмеге отырғысы келмейді, сол үшін осындай жаңа подкаст жазып, бәрібір де ойымызды айтып жүру маңызды деп ойлаймын, сол үшін келдім. Сенің иттерің бар ма, жануарларың бар ма үйде? Жоқ. Кішкентай кезіңде? Кішкентай кезде есімде жоқ. Біз кішкентай кезімде мен ауылда тұрсақ та, андай көп пәтерлі үйде тұрдық та. Сосын ол жерде орын аз болды ма, білмеймін, иттің қажеті болмады ма, бірақ кішкентай кезде ит болған жоқ, бірақ мысық болды мысалы үйде. Содан кейін уже жер үйге көшкеннен кейін иттер болды, бірақ мен уже мектеп бітіріп кетіп қалдым, білмеймін не болған, жақын болған жоқпын негізі иттерге мен өзім. Қазірде жақын емеспін. Жалпы мен веган болсам да қалай андай жануарларды жақсы көре бермеймін. Андай нем жоқ та бүйтіп. Жандарым деп тұратын нем жоқ мен. Сол сондықтан итім жоқ, жақсы көрмегендіктен оны не істем келмейді да, қалай. Ана жануарды бір махаббатсыз өмір сүргізгім келмейді. Ал сізде ше? Сізде ит бар сияқты да? Менде ит бар, Или итте сіз барсыз? Екеуміз бір-бірімізде бармыз. Бірақ мен келсем бір осы пікірмен, адамдар веган болса, міндетті түрде барлық жануарды біртүрлі жақсы көріп бара жатыр керек деген бір пікір бар сияқты. Шынымды айтқанда, маған бәрібір мен ол деген жануардың бәрін жақсы көру туралы емес мен үшін. Ол деген жай ғана сыйлау туралы. Олардың да өмірге құқықтары бар деген сияқты сөз. Ол деген мен сол жануардың бәрін бір жақсы көріп, солардың бәрімен бірге тұрғым келеді деген сөз емес. Мен тек түсінетін затым, ол мен барлық адамдардың да жақсы көрмейтін шығармын, бірақ мен сенем олардың бәрі де өмір сүруге құқықтары бар деген сияқты. Тап солай ғой, веган болу деген ол бәрін жақсы көру туралы емес. Сол сияқты. Өзіме келгенде, мен де батыстанмын. Мен Құлсары қаласында туылдым, бірақ Батыс Қазақстан облысында өстім. Үлкен Шаған деген ауыл бар, кішкентай, сонда өстім. Одан кейін Орал қаласында өстім. Біздерде кішкентай кезімізде тек бір рет менің папам күшік әкелді. Аты Семсер деген болды, андай неден әкелді. Охрана болды жұмыстарында, солардың нелері. Семсер деген охрана организациясының аты. Білмеймін, мұн жақта білмейтін шығар. Сондай болды, аты өте ақылды, өте әдемі, кішкентай, андай немецкая овчарка сияқты. Сондай күшік болды. Бірақ
мамам келіскен жоқ оның үйде тұрғанына. Біздерде жер үй болды, бірақ ешкім келіскен жоқ. Сосын ол деген, ол күшік өте ақылды болса да бәрібір оны беріп жіберді. Бірақ біздер кішкентай бала болған кезде біздерде дым түсінбейміз. Ол қаңсылап атады, үріп жатырады, оларда қорыққаннан үреді, например. Біздер ондай жерлердің бәрін түсінбейміз. Сосын да біздер қатты дұрыс қарамаған да сияқтымыз кезінде. Содан кейін кішкентай бір мысық тауып алдым ауылда жүргенде. Өте кішкентай болды, кәдімгідей. Соны үйге әкелдім мамаға. Ол диванның артына тышты, ана жерге тышты. Негізі ауыратын болған сияқты. Себебі мысықтар негізі олай көрінген жерге түсе бермейді негізі дейсің. Иә, сондай. Ол шынымен де ауырған, инфекциясы болған мысық болған шығар. Бірақ біздің Емдеуді білмедіңіз да, емдеу керек екен. Білмедік біздер. Менің жасым 10-да болған шығар. Мен түсінбедім, сосын мама айта беретін, жу деп, сосын біздер оны жуамыз, бірақ ақырында ата-анам шыдаған жоқ оның жердің бәріне бүлдіріп шықты деді, ұрысты, тоже жоқ қылды сол мысықты. Өкінішке орай емдей де алмадық, ештеңе де істей алмадық. Біздер ол кезде түсінбедік, ол ауырғаннан солай істейтін. Қазір мен ойлаймын, қазіргі өзім тәжірибемді мен ойлаймын, ол ауырған шығар деп. Сол. Қазір менің итім бар. Біздер Аты кім? Ума, басында Умка деген ат берген. Менен бұрынғы адамы, менен бұрын алған қыз сондай ат берген. Сосын біз ойладық, жақсы, енді ауыстырмаймыз дедік те, сол атпен қалды. Тазы ма? Ол тазы емес. Негізі ол просто бір үйдің артынан тауып алған күшіктер, жаңа айгерімдер тауып алған күшіктер. 10 күшік болды, оның 9-ы тек қана тірі қалды. Біреуі сол жерден кетті, ол біреуі шыдай алмады. Бірақ жаңағы 9-ына бәріне үй тауып берген айгерімдердің нелері. Сол 9 күшіктің біреуін мен алдым. Бірақ ол мен алған кезде ол кішкентай болған жоқ, ол 4-5 айдың айналасында болды. Әлі күшік сияқты, бірақ үлкен де сияқты, сондай бір орташа. Иә. Шынымен де жасөспірім күшік болды, бірақ жасөспірім болғанда да мінезі жаман болды. Басында өте қиын болды. Себебі күшіктер өте қиын. Олардың энергиясы көп, олар секіре береді, сосын олардың тістері шығып жатырады. Тістері шығып жатқан соң олар тістей береді, бәрін тістей береді. Көзіне түскен заттың бәрін тістейді. Қаста аяқпен бүйтіп өтіп жатасың ба, аяғыңа жабысады да аяғыңды тістейді. Тістері өте өткір, ине сияқты. Жіп-жіңішке өткір, қатты өте жаман батады аяқ. Сол күшік кезі өте қиын болды. Содан кейін жасөспірім болған кез қиын, ол да қиын кез. Содан кейін қазір ол уже үлкен ит болғасын, ол мінезі өте жайлы, күні бойы ұйықтай береді, уже ол ондай оп-оңай. Қазір үлкен итпен оңай негіз. Сол кезде сіз не істедіңіз? Кинолог шақырдыңыз ба, оны түсіну үшін? Мен ойлаймын, мен үшін ол өте кішкене бағым болды деп ойлаймын. Себебі мен өзім даладан алған жоқпын, мен айгерімнен алдым. Айгерімнен алғанның бір жақсы жері, олардың волонтерлар болды да, бірнеше волонтерлар болды. Әкелген кезде олар айтты, Фатиха Нанжарян, Антуан Нанжарян деген кинологтар болады. Бірақ олар итті ұру керек деп айтады, итті сабау керек деп айтады, тарту керек деп айтады. Солай айтатын адамдарды мен тыңдап үлгермей тұрған кезде маған мына волонтерлар айтты, Фатиха, сол нанжаряндарды, сондай адамдарды тыңдамаңдар. Ит деген ол кішкентай бала сияқты. Қалай сен баланы ұрғанда бала қорқып қалады, тап солай итті де сен ұрсаң, ит те қорқып қалады деп солай түсіндірді. Себебі кәдімгідей енді күшік кезінде олар адамның жынын деген кәдімгідей алады. Кәдімгі сабағын келіп тұрады, бүйтіп кәдімгі. Менің ызамды қанша рет бұл күшік көтергенін мен білмеймін. Давлениеңді көтеріп жібереді кәдімгідей. Сол кезде маған дұрыс адамдар, жаңағыдай дұрыс совет беріп, дұрыс жаққа қарай шығарған, дұрыс жол көрсеткесін маған кішкене оңайрақ болған сияқты. Бір кинологпен бір рет сөйлестім. Сол 2 сөйлескеннің өзі жеткілікті болды маған, шынымды айтқанда. Себебі күшік үшін ол өте ауыр екенін ол маған жақсы түсіндірді. Себебі ол күшік деген ол білмейді ғой оған не болып жатырғанын. Оны просто бір күні бір адам алды да,
өзі дым танымайтын, дым түсінбейтін, білмейтін басқа жерге әкелді, болды. Бұл адамдар енді сенің үйің деп айтты. А ол кішкентай күшік. Әрине ол күшік үшін ол да өте қиын. Стресс, да? Иә, үлкен стресс. Ол кезде еще оның несі жүрегі айнып, құсып, сондай болып ауырған тоже. Өте қиын болды. Күн сап-салқын, ол дірілдеп, ол күшіктер салқынға шыдамайды. Бірінші жылы олардың нелері жоқ, жүндері ондай емес. Соның бәрі де үлкен стресс болады ғой. Сол үшін сол жағын түсіндірді. Және де күшіктер үшін күнде бір ритуал, күндері бірдей уақытқа прогулкаға шығу керек, бірдей уақытқа тамақ беру керек, бірдей уақытта онымен ойнау керек. Сондай заттардың бәрін түсіндірді. Күшік деген оған бәрі түсінікті, күнде не болатын, не күту керек екенін білетін болса, олар қатты уайымдамайды. Ал қатты уайымдамаса, олардың мінездері де кішкене тыныштау сондай болады. Күн тәртібі керек, да? Кішкентай бала сияқты. Иә, сондай. Өте қызықты болды негізі басында. Кітаптар оқыдым. Басқа әлемді ашатын сияқты боласың. Сосын кейбір адамдар айтады, например, күшік деген басынан бастап тамағын тартып алып үйрету керек дейді. Бұл тамақ иттікі емес, сен қожайынысың, сенің тамағың екенін көрсетіп, иттің тамағын бүйтіп алып кету керек деп. Олар сонда сенің тамақты алып кеткеніңе жаңағыдай үйреніп кетеді, солай жақсы қабылдайды деп айтатын пікір болды. Кім главный екенін біліп тұрады. Иә. Сондай мнениені айтқандарды естідім. Сосын басқа енді дұрыс кітаптарды оқисың ғой, сонда айтады, сен өзіңе ұнар ма еді сенің тамағыңды бүйтіп тамақ ішіп жатқан кезде алдынан алып кетсе? Әрине сен жынданасың. Неге ит соған жындана алмайды? Әрине ол жынданады. Ешқашан иттің тамағын сол себептен ұстауға да болмайды. Сосын андай кейбір адамдар үйретеді, можно деген команданы үйретеді. Иә. Тамақты салып бересің, бірақ күткізіп қоясың. Ол да дұрыс емес. Енді не үшін ол? Сол мен де түсінбеймін. Просто мен де көремін ондай рилстарды, бір андай керемет тәртіпті иттерді көрсеткісі келе ма? Алдына андай соларға иттерге ұнайтын күшті бір тамақты қояды ғой, типа бургер сияқты, жаңа адамдар үшін. Анаған қалай андай стейк па, типа бірдеңе қойып қойған. Соны тұрады адам иттің бір несін жаңағы испытывать етіп тұрған сияқты қылып. Иә. Анау аузынан сілекей ағып уже дейтін өліп баратыр, бірақ анау жаңағы типа иесі айтпағанша же мына тамақты деп тұрды. Сол не үшін істеп жатсың? Ол қашан керек? Мысалы даже бір қауіпті жағдай болса, ол қалай көмектеседі? Ешкімге түкке де керек емес сондай командаларды. Иә. Жай ғана тек итке андай мазақ қылған сияқтысың. Иә, мен адаммын, сен итсің деген сияқты бір орнын көрсету сияқты. Жетпей жатқандай бір бүкіл әлем болып айтпағандай. Сондай заттар туралы көп үйрендік. И кәдімгідей басқаша қарап бастайсың. Көп затты үйретеді итпен өмір сүрген. Итпен болсын, мысықпен болсын. Айырмашылығы қандай ол мысықпен мысалы ит ұстағанның? Мен ойымша тап ондай даже үлкен деп те айта алмайтын сияқтымын. Просто анау ит кішкене үлкенірек па? Қалай андай? Иә. Формасы. Қалай денесі үлкенірек. Мысыққа келгенде кішкене көбірек мән беру керек сияқты. Кішкентай итке келгенде де көбірек мән беру керек сияқты. Менің ойымша. Себебі біздер үлкен ит болса, оған бірдеңе ұнамаса, сен оны байқайсың. Ол саған үрген кезде сен деген жақсы дейсің. Ол бәрін естіртеді, ол бәрін білдіреді. Себебі ол үлкен ит. Сол сияқты сен оған мән бересің. Сосын ит деген міндетті түрде күнде далаға шығу керек екенін сен білесің. Күнде таңертең кешке ең болмағанда 2 рет, одан жақсырақ 3 рет далаға шығару керекті біліп тұрасың. Сосын үлкен итпен сен соны ол саған білдірте алады. Бірақ мысықпен мән бермей қалу оңай. Мысық депрессия болып жатыр ма? Сен онымен вообще ойнамайсың ба? Сен оған көңіл бөлмейсің ба? Сен мысық саған қатты білдірте алмайды. Ол мияулай алады, бірақ сен мияулағанында кетші деп айта аласың. Ол бір уақыт сен ол мияулағанында мән бермесең де болды, ол үндемей қалады. Сол себептен мысықтарға келгенде мен ойымша кішкене андай сезімтал болу керек па? Иә, кішкене көңіл бөлу керек сияқты, қарау керек. Мысықтар білдіре алмайды, олардың ондай бүйтіп айғайлап сенің басыңа мініп алатын нелері жоқ. Сосын кішкене қарап
тұру керек сияқты маған. Бірақ күнде ойнау керек, мысықпен де күнде ойнау керек. Бірақ сен мысықпен ойнамай қалсаң, ол сен диваныңа түсіп қоймайды барып. Плюс-минус. Итте де олай істемейді ешқашан. Барынша шыдайды олар. 12 сағат па, 15 сағат па олар шыдайды. Олар далаға шыққанша дейін шыдайды. Бірақ мысықтардың нелері бар, лотоктары үйдің ішінде тұрады, тамақтары үйдің ішінде. Сол себептен мән бермей қалу оңай сияқты менің ойымша. Бірақ адамдар андай қалай үйде мысық жүргеніне уже көздері, ойлары үйренген сияқты да. Бірақ именно қазақстандықтар иттің үйде жүргеніне әлі үйренбеген сияқты. Неге? Хотя мысалы мысықтар өздеріне көп сондай внимание талап етеді мысалы. Неге солай болды деп ойлайсыз? Неге үйге итті кіргізуге вот қазақтар білмеймін, бір кішкене ойлар басқаша. Білмеймін. Топас олар дейді. Жоқ, мен қазақтар топас деп сөйлегім келмейді, бірақ адамдар жалпы. Білмеймін, бізде сондай қалыптасқан көзқарастар көп қой. Біздер көп затқа бүйтіп көзді ашып, қабылдап үйрену керек сияқтымыз. Бізге сол жағы қиын сияқты. Даже сөз бар ғой, қазақта итті үйде ұстамайды деген сияқты. Бірақ енді ол өз заманына, мысалы ондай сөздер өз заманының бір сөздері де, ырымдары деген сияқты. Ол бұрын айтылған нәрсе, сол уақыттың жаңағы бір проблемаларын қалай сол уақыттың жағдайына қарай айтылған нәрсе. Бірақ қазір вообще заман басқа ғой. Мысалы, сен бұрынғыдай жаңағы даланың иесі емессің да, көшпенді болып жүрген жоқсың. Қазір коробкалардың ішінде отырсың ғой. Бір-бірінің үстінде тұрған коробкаларда тұрып атсың да. Енді келіп алып сол жаңағы осындай ырым болған, жаңағы қазақтар үйде ит ұстамаған дегенге қадалып қалу, бір түрлі нәрсе сияқты да. Барлығын уже тастадың ғой сен дейтін. Жеті қазынаң деген нәрсең болды. Қазір ешқайсысы жоқ қой. Бірақ именно сол жаңағы вообще үйде ит ұстамайды деген просто бір енді кішкене ақмақтық сияқты да. Түсінесіз бе мысалы соны? Мен келісемін. Мен бір жағынан мен ойлаймын, ол деген біздің халық, қазір ойлаймын, халықтық деңгейдегі тәкаппарлыққа ұқсайтын сияқты. Тәкаппарлық. Көбінесе менің мамандығым әлеуметтік психология. Әлеуметте осындай зат бар, адамдар расист, басқа халықтарға расист болуды өздері үшін түсіндіру үшін олар тазалық аргументін ұстанады. Біздер қазақпыз, біздер тазамыз, басқа ұлттар таза емес, лас. Ол сол расист болуды, националист болуды, басқа адамдарды, басқа халықтардың, ұлттардың адамдарын өзіңе жақындатпаудың, солай сен соны өзіңе түсіндіресің. Мен ойлаймын, итті үйге кіргізбеу деген. Неге олар? Біздер басқалар емес, адамдар емес. Именно біздер қазақтар үйге итті кіргізбейміз деп айтады. Себебі ол қазақтардың басқа ұлттардан бөлек екенін, тазалық деңгейі біздерде бөлек екенін өздеріне өздері солай айтқылары келетін сияқты. Білмеймін, менде осындай жағынан еще ойым бар. Қазақтығымен мақтанғысы келе ма сонда? Қазақтықтың тазалық. Типа андай жеті атадан қыз алмаған, біз сондықтан ешқандай ауру болмаған деген сияқты сондай бірдеңелердің арасында жүре ма? Сондайдың арасында жүреді. Жоқ, енді ол нәрсе дұрыс қой, қазір барлығы айтып отқан жоқ па, типа қалай қан араластыру дұрыс емес, ол ауруларды көбейтуі мүмкін, генмен берілетін деген сияқты. Ол жағынан дұрыс. Бірақ енді мүмкін. Тәкаппар болғысы келетін шығар. Өздерінше ол қазақтардың бәрі. Шет-шетіне бәрі. Тазалық әрқашан аргумент болып келеді. Барлық ұлттарды
ең басында неге сендер осы ұлтты шеттетесіңдер дегенде ой олар лас, ой олар сасыған, ой олардың иістері жаман, олар негізі таза ұстамайды, сондай аргументтер әрқашан мен үшін расист аргументтер сияқты көрінеді. Және итке байланысты да, иттің шынымен де иттің жүні бар, кейбір иттердің сілекейлері ағып жатады, енді ондай заттар бар шынымен де. Бірақ тазалықты қалай кеңістікте тазалықты вообще орналастыру ма, или таза болу адамның қолында ғой, мысалы әркім ол әдет сияқты күнделікті бір зат істей берсең солай қалыптасып кетеді ғой. Адамға прям байланысты емес, или қарым-қатынасқа басқа тіршілік иелерімен. Сосын қазақтарға еще дін мәселесі әсер еткен сияқты. Бұрын мысалы қазақтарда ислам діні болған жоқ, содан кейін келді, бір 11-ші, 12-ші ғасырларда келді ислам діні. Содан кейін ислам дінінде мысалы хадистер бар да. Үйдің ішінде ит болса, сосын адамның бейнесі үніп тұрған болса, періште кірмейді дейді. Соған байланысты да үйде ит ұстамауы мүмкін да қазақтар. Мүмкін сол әсер ететін шығар. Бірақ адам бейнесіне келген кезде біз көз жұма саламыз да, а вот ит точно кіргізбейміз. Осылар періштелерді ұстап тұрған деген сияқты да. Сосын мүмкін бір жағынан мен ойладым да, көп осы соңғы аптада білмеймін, жаңағы қазақ орнаменттері, киіз үй деген не болған деген сияқты бір Алматы музейінде воркшоптар ма не, сондайларға барып кеттім да, білмеймін, 2 апта подряд. Сол жақта айтқандары киіз үй бір сакралды жер болған, мысалы дала, мынау жазық дала, қазақтар үшін, жалпы көшпенді халықтар үшін ол бір Құдайдың андай хаосы дейді, жаңа дала сен, вообще айналаң сенің бір хаосты білдіреді. Ал үйде ол сол жаңа сакралдық жер сенің қалай өзіңді қауіпсіз сезінетін, сондай бір таза Құдаймен білмеймін байланысатын, даже мысалы киіз үйлердің формасы туралы айтқан кезде мысалы шаңырақ арқылы ол кімдер, астрономдар жұлдызға қарайтын жер барды ғой, соларды обсерватория, мини обсерватория болған деп айтады да, жаңа киіз үйлерді. Себебі мысалы анау тұрмай ма, жаңағы 4-ке бөлініп тұрады шаңырақта ше. Жұлдыз мысалы қалай қозғалғанын барлығын қарап отырасың, сол арқылы болжайсың, жаңағы қалай погода, ауа райы қандай болатынын, күн қандай болатынын жылдарға болжайсың да. Сол арқылы сол малыңды өсіресің, жұт болмасын деген сияқты, қайқа көшу керек, қайда су болады, қайда соның барлығын сол жаңа киіз үйде қарайсың. Еще ошағың сол жерде, сондай бір киелі жер. Иә, киелі жер болғанда, сол үшін мүмкін жаңағы иттерді кіргізбеген шығар. Жалпы вообще адамдардың өзі де киіз үйдің ішінде прям отырмаған шығар. Сол кезде деймін да. Біз сияқты да, біз қазір үйде қалай отырамыз, олай отырмаған сияқты, бүкіл шаруаң сен далада ғой. Тамақ жеуге кіретін шығарсың, ұйықтауға кіретін шығарсың. Так далада жүресің да, мысалы. Иә, иттермен бірге далада жүресің. Сол ғой, сондықтан вообще қазір аргументтер деп вообще үйге кіргізгім келмейді дегенді енді біртүрлі көремін өзім. Басқа мысалы қарама қарсылық болмаса да, итті ұстауға жақсы көріп тұрсаң, тек қана сол ұстап тұрған болса, қазір айтып отқан нәрсеміз кішкене мүмкін, не знаю, күш берер адамдарға деймін да, ит алуға. Мүмкін қазақилық именно жол бермей тұрған болса, мысалы ит алуға, итті асырап алуға, олардың барлығы жаңағы мидағы нәрсе, ойыңдағы нәрсе, тек қана барлығын негізі ашуға болады. Сол. Мен келсем, бұл деген көптен өтіп кеткен бір сондай тарихта негізі әртүрлі салттар көп болды. Қазір кітаптарды оқуға тырысам, қазақ авторларының жазған кезінде қазақтар қалай өмір сүрген, не істеген деген сияқты
сол кездегі кітаптарды оқысаң да біздің үлкен кісілердің айтатын сөздері бар андай, баяғылардың жасағандары дұрыс болды ғой, баяғылардың жолдары дұрыс болды ғой, баяғыда бәрі күшті болды, күшті өмір сүрді деген сияқты. Бірақ енді жақсылары да бар, жамандары да бар. Біздің тарихымызда әртүрлі заттар болды. Тарихымызда біздің қазақтардың болсын, басқа халықтардың болсын, бәріміздің өмір сүру жолдарымыз бәрімізде бірдей керемет болған жоқ. Мен бәрібір идеальны, бәрібір батыр болған жоқ, коммунист, керемет, веган, бір андай ешкімге ешқашан тиіспейді, бәрі бақытты болған. Тап сондай қалай коммунамен өмір сүрдік деп мен ойламаймын. Бәрімізде бір жақсы жақтары да болды, жаман жақтары да болды. Патриархалды өте қиын әйелдерге көзқарастары да керемет болмаған кездер көп болды тарихтың ішінде. Сол жағынан ойлаған кезде қазақтар итте ұстамайды деген аргумент, ол баяғыдан бері қазақтар итті ұстап келмеген үйде деген сөз деп айтады да. Бірақ менің ойымша соны сіз айтқандай жаңағы әртүрлі болып тұра берді ғой. Ол кезде өмір басқаша болды, ол кезде юрта болды, ол кезде адамдардың бәрі далада өмір сүрді, үйдің ішінде көп уақыт өткізбеген деген сияқты. Бәрі басқаша болды ол кезде. Қазіргі кезде бәрі басқаша. Сол себептен мен ойлаймын, ондай аргумент бір мейірімділікпен жаңағыдай кезіндегі салт дәстүрлерді салыстырған кезде, екеуін қойған кезде адамгершілік, мейірімділік жеңу керек. Тек қана бір кезінде қазақтар бүйтпеген, сөйтпеген деген аргумент, ол шынымен де ол енді біздер көп затты істемегенбіз. Мен каждый раз просто топас деп айтып бұл менен болсыншы десем бе? Фишка. Сол бар, сосын тағы не бар. Бірақ дін туралы мен шынымды айтамын, мен көп ештеңе айта алмаймын, себебі мен өзім сенетін болсам да, мен білем, мен ол жағынан андай бір эксперт емес екенімді, сосын мен көп айта алмаймын. Мен тек айтатыным, көп адамдар хадисте жазылған заттарды, болмайды дейтін заттарды істейді. Сол сіз айтқандай жаңағыдай картинаны үйге іліп қояды, ішет барып, бірақ итті ұстамайды деген жерде мен кішкене, мен де сол келсе, мен сол жерін түсінбеймін. Бірақ может сізде басқа ой жоқ, просто андай кішкене қалай қарама-қайшылықтарын көрсету керек сияқты. Қазір сен не айтып жатсың деген сияқты. Мен де эксперт емеспін ешқандай. Просто солай айтылатын жалпы білем. И сондайды айтатын адамдардың іс-әрекеттеріне қараймын десем. И ол кішкене қарама-қайшылық пайда болады да. Соны просто ашып көрсете салу керек сияқты. Оны айтып кеттім деп ойлаймын. Сол жерде бітіре салуға болады просто. Ары қарай керек емес сияқты оны айтып. Бірақ бізде тағы бір тақырыпты талқылағым келеді. Ол біздерде бір басқа бізде осындай бір қалай айтсам болады, консервативті традицияларды ұстанатын адамдар бар. Олардың аргументтері бір, қазақтар ұстамайды, тазалық деген сондай. Бірақ тағы басқа халықтың басқа бөлігі бар. Олар иттерге де жанашырлықтар да бар, мысықтарға да жанашырлықтар да бар. Бірақ олардың аргументтері кішкене басқаша. Олардың айтуы бойынша пәтердің ішінде, қазіргі өмір салтында пәтердің ішінде итті ұстау ит үшін дұрыс емес деп айтатын. Сол туралы қалай ойлайсыз? Топас десем ойлап айтып отырмын қазір. Көреме ондайды пәтерде тұру. Қалай? Енді өзіңді даже салып қойдың ғой сол пәтерге, қорапқа да. Мен пәтер деп айтқым келмейді. Қорап, просто коробка. Төрт бұрышқа, сен квадратқа салып қойдың өзіңді. Енді сол жерде өзіңнің үйім деп санап тұрсың да. Сол нәрсеге жету үшін төрт бұрышты сатып алу үшін қарайған жұмыс жасайсың мысалы ше. Сондай жету үшін Алматының өзінде просто. И енді жаңағы итке келген кезде, ой, что-то не то. Біртүрлі ғой.
өзің тұрып жатсың ғой мысалы, итің келетсе что-то сенің пәтерің онша емес екен. Планировкасы ұнамай тұр. что-то жүгіре алмаймын деп андай ұмытып кетеді ау деймін кішкене. Бәрібір де ол итпен далаға шығасың, қалай кеңістік бересің ол итке. Алсаң егер мысалы күнделікті шығарып тұру керексің далаға, солай баланс жасауға болады. Сен де сөйтесің ғой, мысалы далаға шығып келесің, үйге келіп ұйықтайсың деген сияқты. Білмеймін, проблема көріп тұрған жоқпын негізі, или түсінбейді ма мүмкін. Мысалы қаяқта егер пәтерде тұрмайтын болса, қаяқта тұру дұрыс деп ойлайды. Типа жер үйде ма? Иә. Бәріміз жер үй салайық. Жоқ, енді далада мысалы жүр ғой көп иттер қазір. Біздің мысалы сұрап тұрғанымыз зоо белсенділер сұрайды сенен далада қиналып жүрген иттерді алуға. Сен пәтерден пәтерге көшір деп жатқан жоқ ешкім саған. Бәріміз түсініп тұрмыз примерно қандай жағдайда өмір сүретінімізді. Барлығының үйі білмеймін, 1-2 бөлмелі пәтер, азғантай ғана орын. Оны біле тұра, түсіне тұра айтылып жатқан жоқ па, үйге ит алғыңыз келсе, давайте осыны жасайық. Барлығына жаңа мысалы Айгерімнің өзі көмектесеміз деген сияқты. Оның барлығын түсіп тұр ғой, ешкім саған ондай қалай шарттар қойып жатқан жоқ. Сен үйің вообще мынандай метр квадрат болу керек. Сосын там, не знаю, душевойың мынандай болу керек жуындыру үшін. Сосын зарплатаң примерно осындай болу керек. Ешкім ондай шарттар қоймайды. Сен просто жалпы проблеманы түсініп тұрсаң, далада или қалай жаңағы аулауда өмір сүретін иттердің жағдайы прям мынау енді жер мен көктей екен, түсінуге болады. Адамның қасында өмір сүру, тем более осылай жақсы көретін, тамақ беретін, бірдеңені жақсы істегісі келіп тұрған сондай ниетті адамның қасында өмір сүрумен просто далада өмір сүру салыстырып қарасаң, қазіргі заңмен далада өмір сүру сол ғой. Пәтерінде өмір сүре берсінші, пожалуйста. Жетеді бір бөлмең. Прям күшті. Жататын жер болса болды. Мен келсем, мен оған тағы қосатын жағым бар. Ол мен өзім мысалы пәтерде тұрам. И мен пәтерде тұрам итпен. Неше бөлме десем? Бір бөлме. Не очень десем. Далаға лақтырып жіберші итіңді. Өзі кетіп қалшы вообще. Итке тастап пәтерді. Сосын мен итім үлкен, кішкентай емес. Осы столға бойы жетеді оның. Өте ұзын, тазылардың бойлары ұзын болады. Сондай. Сосын адамдар ойлайды, көп адамдар айтпақшы ойлайды, тез жүгіретін иттер, олардың энергиясы көп деп ойлайды. Олар өте белсенді, өте оларға көп андай не керек деп ойлайды. Қалай? Белсенді уақыт өткізу. Там тазы, барзая, андай уиппет, сондай иттердің бәрі көп жүгіргілері келеді деп ойлайды адамдар. Олар түсінбейді, что осындай аппарық менікіндей иттер, олар тез-тез жүгіреді, 1 минут жүгіреді, потом 1 күн ұйықтайды. Олар шаршап қалады. Олар спринтерлар, олар деген кішкене жүгіреді. Буквально бір умка үшін 2 күнде 1 рет 100 метр жүгіріп келсе, ол деген тұрмай ұйықтайды. Жаңа неге мен вообще жай келдім. Ана қызды оята алмадым мен. Ол деген тұрғысы келмейді. Ол сағат 10-да тұрғызған, ол үшін ол қиын, ол тұрғысы келмейді, ол диванның астынан шыққысы келмейді. Ол ұйықтай береді. Сол үшін мен айтқым келген затым, иттер үйдің ішінде өмір сүруге өте тез үйреніп қалады, өте оп-оңай үйреніп қалады. Соның ішінде иттердің көбі, соның ішінде андай бір жұмыс жасайтын иттер болмаса, овчарка, малинуа дегендер болады, бордер колли. Сондай иттер пәтерде тұру кішкене қиындау. Ондай породаны үйіңе алсаң, өзіңе өзің жауапкершілігің жоғары екенін түсінуің керек, себебі сен ол итпен күніне 4 сағат жүгіріп жүруің керек. Олар сондай жұмыс жасайтын иттер, жұмыс жасауға арналған шыққан иттер. Бірақ сатып алуды біздер қарсымыз.
просто там приюттан мысалы овчарка алатын болсаңыз, өзіңізге түсінуіңіз керек. Сол овчаркамен күнде 4 сағат жүгіріп жүремін деген түсінік болу керек деп ойлаймын. Бірақ басқа иттер, кәдімгідей ауылдағы біздердің иттеріміз, осы тазылар да, басқа алабайлар да сондай сияқты, мен ойымша, олардың бәрі еріншек. Олар еріншектің еріншегі кәдімгідей. Менің итім, мен тұрсам да ол тұрмайды. Мен оятпасам ол тұрмайды. 2 сағат мияулайды. Далаға шығару өте қиын оны. Жаңбыр жауса жүргісі келмейді, ол үйге қайтып келгісі келеді. Кафенің қасында өтіп жатсаң, кафеге барғысы келеді. Сондай ол. Прям алматылық болып кеткен ғой. Иә, алматылық кәдімгідей ит. Сен кофе ұстап жүрмін. Арасында кішкене бір жүріп келгің келеді ғой, бір итіңмен кішкене прогулка болып, кішкене жүріп келейін десең, анау мияулайды, үйге кеттік деп. Болды, сосын сен үйге барасың, 10 минут жүресің де үйге барасың. Ол просто сыртқа шығады, там сиет шаруаларын жасайды, үйге барғысы келіп отырады. Сондай. Әрине мен оны да шығарам, тауға шығарам, бірақ оны бір аптасына 1 рет тауға шығарсаң, болды, шаруасы бітеді, 1 апта ұйықтайды. Сол жағынан менің айтқым келетін затым, иттерге ешқандай қиын емес үйде өмір сүрген. Себебі иттер күніне, менің итім болсын, басқа ит болсын, күніне бір 16 сағат ұйықтайды олар. 16 сағат оларға бәрібір ғой, олар далада ұйықтай ма, үйдің ішінде ұйықтай ма. Зато оларда үйдің ішінде олар өздерін қауіпсіз сезінеді. Сосын, білмеймін, иттер әртүрлі болады ғой. Әрине бір біздің қоғамымыз басқаша болатын болса, біздің қоғамымызда адамдар иттерден қорықпайтын болса, адамдар иттерді сыйлайтын болса, иттерді, жануарларды, жалпы жануарларды сыйлайтын халық болған кезде, қоғамымыз сондай болған кезде, иттер үшін, жануарлар үшін дала қауіпсіз болған кезде, мүмкін олар өздері солай далада өмір сүруді таңдар еді. Бірақ біздер ондай қоғамда өмір сүрмейміз қазір. Біздің қоғамдарымыз осындай заңдар шығып жатыр. Осындай заңдар шығып жатырған кезде қазір бір жалғыз бір сұрағыңыз болса, итке үйде менің қасымда далада жүргеннен көрі қиынрақ деген сондай аргументіңіз сондай болса, ол өтірік деп айтқым келеді. Ол шын емес. Шынымен де итке өлгеннен көрі, қазіргі заңмен мысалы, или атловтың ішінде басқа 10 итпен бір клеткада отырғаннан көрі, өзінің адамымен үйінде ұйықтаған. Қауіпсіз жерде, оларға ең бастысы ұйқы. Қауіпсіз жерде тыныш ұйқылары қанғанша ұйықтай алатын болса, болды, олар өте бақытты болады. Мен пікірім сондай. Жер үй туралы айтып шыққым келді. Біздер айтып жүрдік қой, жер үйде ұстау және пәтерде ұстау. Менің айтып өткім келетін, пәтерде ұстағанда біздер міндетті түрде күн сайын далаға шығарып тұрамыз итті. Көп адамдар жер үйде ұстаған кезде, ол ит деген өзінің шарбағынан басқа ештеңе көрмейді. Сол жағынан да өте қатты зиян деп те айта алмайтын шығармын, бірақ иттер өте ақылды. Күнде бірдеңе көргісі келеді, күнде бірдеңе үйренгісі келеді, күнде бір жаңалық білгісі келеді. Сол үшін оларға сыртқа шығып тұрған, әлемді біліп тұрған сайын, тауға жаңа жерлерге барып тұрған сайын, жаңа тәжірибе алып тұрған сайын, олар өте бақытты болады. Өте ақылды болады. Жер үйде тұрған кезде үймен жаңағы қалай шарбақ сол екі жерде жүре береді, сол үшін орын көп деп ойлайды. Иттің өмір сүретін қалай кеңістігі кішкене кеңірек деп ойлайды. Сол үшін типа жер үй туралы андай бір фантазиялар бар да. А так негізі олар шарбақтан басқа еш жерді көрмейді. Иә. Сосын мысалы жаңа жер үй деген кезде есіме түсті, ауылда вообще үйге кіргізбейді ғой, тек шарбақта ұстайды ғой. Сол қалай әсер етеді екен? Сосын шарбақта ұстаған кезде қалай мынау мойындарына тағып қоятын не дейтін еді? Шынжырда ұстайды. Шынжырда ұстайды. Сол туралы айтсақ. Ну, спойлер сразу десем. Зиян ол. Ұстамаған адам білем даже. Өзіңді шынжырға отырғыз қой, қалай болады? Иә, толықтай келсем. Шынжырда ұсталған ит деген. Сосын көрдіңіз бе статистиканы? Адамдар айтады ғой, біздер қорқамыз, бұл иттер деген агрессивная собака,
сондай сөздердің бәрі шынымен келгенде көше itтерінен келмейді, өздерімен өздері далада жүрген иттерден емес, осылай шынжырда ұсталатын иттерден келеді көбінесе. Себебі бұның жаман қалай зиян иттерге? Ол деген мына жеріндегі нервный, енді миды сосуд денемен бірге жалғасатын нервный окончаниялар бар. Сосудтар бар бір жағынан демалу керек оларға. Ауа келе алмайды. Үшіншіден мына сосудтардың бәрі қысылып қалады. Сосудтар қысылған сайын, енді нервный окончаниялар ғой қысылатын. Нервлардың бәрі қысылған сайын сен ызаланасың. Сосын сен бүйтіп жүрейін десең жүре алмайсың, өзің шын айтқанда өзіңді ұстап қара. Әрине сен ызаланасың. Оның үстіне нервтардың бәрі қысылып қалады, одан сайын ызаланасың. Сен бірдеңе істегің келеді, бірақ сен ештеңе істей алмайсың, одан сайын сен жынданасың. Бірақ басқа жағынан қарағанда ол даже иттің жынданғаны емес деп ойлаймын. Көп жағдайда бұл иттер қатты қорқады. Қорыққаннан үре береді. Олар қорқады. Ауа жетпей қала ма деп. Жоқ, ауа жетпей қала ма деп. Адамдар өтіп бара жатады, иттер өтіп бара жатады. Әртүрлі о жерде гром болады, о жерде бір қатты дыбыстар болады. Иттердің слухтары өте жақсы. Оларға өте қатты тиеді. Салют деген сияқты дыбыстардың бәрі қатты тиеді. Найзағай соқса қатты тиеді оларға. Қатты қорқады олар. Адамдар өтіп бара жатса, сен білмейсің ғой ол не адам, ол саған не істейді. Сен ит болып қарасаң, сен өзіңнің весің 20 килограмм, сен өзің кішкентайсың. Адам сен үшін үлкен, ол қорқынышты. Адамдар ойлайды маған ит қорқынышты деп. Сен иттің бойынан өзіңе қарап көрші. Сен бойың қандай екенін сонда көр. Әрине сен қорқасың адамнан. Бәрінен қорқасың. Кішкентай баладан да иттер қорқады. Себебі қайтадан біздің бойымыздан кішкентай бала кішкентай болып көрінеді. Бірақ сен иттің бойынан қараш балаға, ол саған жүгіріп келе жатырады былай. Әрине сен қорқасың. Ол жерде шынжырда отырған иттер көп заттан қорқады, бірақ олар қаша алмайды ештеңеден. Олар сол цепте тұрады, ешқайда қаша алмайды. Сен ешқайда қаша алмаласың, сен басқа ештеңе істей алмайсың, сен тек үре аласың. Болды. Сол себептен мен ойымша өте зиян. Сосын олардандай аулада жаңағы бірдеңе болып қалса қорғау үшін деп ұстайды ғой енді көбісі шынжырда. Бірдеңе болып қалса қалай ол шынжырда тұрып көмектеседі саған вообще. Не понимаю. Түсінбеймін, қалай көмектесу керек шынжырда. Просто үріп па? Ол любой затқа үре береді, сен қалай білесің оны? Иә. Именно мына жерде вот қазір қауіп төнгендіктен үріп жатыр. Оған бүкіл зат қауіп төнгендей болып көрініп тұруы мүмкін. Любой вообще келатқан адам, вайбы не очень адам десең. Иә, дұрыс. Барлығын қауіпті болып көру мүмкін. Сол үшін үре береді. Әрине. Иә, дұрыс емес. Я статистиканы сондай қорыққаннан қалай кішкене агрессивный бола ма сонда? Агрессия көрсете ма? Басқа ештеңе істей алмағандықтан. Иә. Адам да сондай ғой. Адам ешқашан ызаланып, айқайлап, агрессия көрсету, ол бір ұрайын деп барып істемейтін шығар. Білмеймін, бірақ адамдар мүмкін әртүрлі адамдар бар шығар, білмеймін. Бірақ енді өздерімізде бірақ қашқымыз келеді, бірақ қайда қашарын білмей қаша алмайтын болсақ біздер басқа не істей аламыз. Сол сияқты деп ойлаймын. Сіздің еще қосқан тема болды ғой тағы. Вообще осы не үшін адам итті ұстайды, қандай функция, неге иттер міндетті түрде бірдеңені бітіріп тұру керек. Адамның қасында болу үшін бір шаруаны істеп тұру керек деген сияқты. Не үшін вообще қолға үйреттік деген сияқты. Менде өзімде осындай теория бар. Мен оған толықтай сенем. Білмеймін адамдар қалай қарайтын, бірақ мен үшін ол толықтай шын сияқты көрінеді. Мен ойлаймын, иттерді әйелдер асыраған деп ойлаймын. Именно иттерге келгенде, иттерді бірге үйлеріне алып, иттерге тамақ беріп, иттерді жайдан жай бірге дос қылып, там ит адамның досы дейді ғой, бірақ менің ойымша ит әйел адамның досы. Себебі достасып, бір эмпатияны бөліп не істеген кезде
именно әйел адамдар сондай қарым-қатынасты қалыптастырған деп ойлаймын. Себебі әртүрлі зерттеулер өткізген кезде иттерді мына энцефалограмма дейді ма, бірдеңе деп бүйтіп миларына бірдеңе қосады, нейрондардың милары қалай жұмыс жасайтынын андай немен аппаратпен өлшейді. И сонда именно ер адамдардың дауысына олар қатты мән бермейді. Бірақ әйел адамның еркелетіп сөйлеген, кішкентай балаға қалай біз еркелетіп сөйлейміз, жаным, күнім, бірдеңе деп сөйлеген қатты дауысқа, осындай жоғары дауысқа иттер қатты қуанып қалады. То есть олардың кішкентай бала сияқты реакциясы, әйел адамдарға реакциясы осындай болады. Сол жақтан, то есть ол иттердің милары сол бәлен жылдан бері қалыптасқан әйелдерге жақын болуға, әйелдердің осындай дауыстарына жақын болуға. Осындай сенім, осындай адамдарға қарау, иттер адамдардың эмоциясын түсіне алатын жалғыз жануар сияқты, менің білуімше. Соның бәрін түсіну, осындай қарым-қатынас, менің ойымша, әйелдер мен иттердің арқасында. Әйелдер қалыптастырған иттермен. Мен солай ойлаймын. Ну, қызық, иә. Вообще бүкіл затты таңдыратын әйелдер ғой десең. Білмеймін, мен адамдар вообще неге итті қолға үйретті дегенде, әрине бір функция, бірдеңе жасап тұру керек, бірдеңеден қорғау керек. Кезінде жаңағы аңшылықта көмектескен. Содан кейін енді ары қарай сонша көп болып, қазір мысалы дала кезіп тастанды болып қалғандары сондай жағдайға жеткізген, енді білмеймін андай қалай жауапкершіліктің жоқтығы шығар. Не мысалы андай иттер бар ғой, қалай аттары кім? Көп ауруы бар, соны мысалы бір шығарған ше, көздері бадырайған аттарға да еді солардың. Мопс, иә. Не үшін шығардың сен оны вообще? Олар прям страдают же. Қасқалар қиналып өмір бойы не демала алмайды. Бірдеңесі дұрыс емес қой, соң не үшін шағыстырдың оларды вообще? Кіммен кімді шағыстырған? Сондай шағыстырулар түсінбеймін да. Бұрын мысалы жаңағы қалай андай күзет үшін, қазір қолдайын деген сөз емес, бұрын жаңа түсінікті болуы мүмкін да. Сен адамдар жаңағы бір функция көріп, қазір енді заман өзгерді, қазір мысалы типа умная охрана деген бар ғой, сигнализацияң бар сенің, білмеймін, неше түрлі нәрселер бар ғой, өзің қауіпсіздігіңді жасау үшін да, технологиялар, тірі жанды қолданбайтындай қылып барлығын жасап қойған жоқсыңдар ма? Енді қазір зачем функция ретінде оларға қарау? Просто бірге, білмеймін, енді өмір сүруге болмай ма? Олардың да жері ғой, сенің да жерің, адамдардың да бірге өмір сүруге болады ғой. Сонша жауыздықпен 5 күннен кейін өлтіреміз деген, ну, не әңгіме ол вообще? Осыған қоса алатыным, сосын осы пародаларды айтып кеткеннен, соның бәрін шығарғанда адамдардың иттерді ғана емес, мүмкін жануарлардың бәрін өздерінің функциясы ретінде көруден көп адамнан естимін. Сол тағы интернеттегі талқылайтын заттар. Біздер бірдеңе айтатын болсақ, иттерді сатып алуға болмайды, итті приюттан алу керек, сатып алу, осылай шығару, осындай мопстар сияқты ауыратын иттерді, басынан бастап ауыратын иттерді шығару үшін ақша төлеу, ол да жауыздық деген сияқты аргументтерді біздер айтқан кезде, міндетті түрде біреу табылады осылай айтатын. Менің құқығым бар, өзіме керек итті, менің орыстар менің көретінім просто ақ әйелдер шығады да бүйтіп айтады: у меня есть свои потребности. Неге сенің керектіктеріңді, неге сенің потребностьтарыңды басқа бір тірі жан жасау керек? Неге оны басқа тірі жанды сен пайдалануға құқығың бар?
тек қана сенде потребность болса, ол міндетті түрде жабылу керек деген сөз емес. Соның ішінде иттердің арқасында или жануардың арқасында или басқа адамның арасында мен де бірдеңені қалаймын, маған да бірдеңе керек, бірақ мен айтпаймын міндетті түрде маған керек заттардың бәрін мен алуым керек деген капиталистік ой. Арасында бізге керек затты ала алмаймыз, ол да дұрыс. И сол адамдардың айтатындары: под мои потребности мне нужна охранная собака, мне нужна активная собака, маған осындай ит керек деген. Ол олай жұмыс жасамайды. Шынымен де. Үйде ыңғайлы болатын ит керек, жүні түспейтін ит керек, үре алмайтын ит керек. Кейбір процедуралар болады, гландыларын кесіп тастайды иттердің. Үре алмайды, дауысы шықпайды. Понятно. Сіздің вообще жақындарыңыздың, достарыңыздың арасында иттер бар ма? Сосын мен тағы айтып шыққым келетін затым, осы заңның шығуына қарсы тағы бір себептерінің бірі, менің ойымша, ол адамдардың иттерден қорқатыны. Себебі оны да қолдайтын адамдар бар. Иә, алдында кім жаңа Зооинфоға бір журналист жазған, осы Алматы облысының қасындағы бір ауыл ма, сояқта редакция екен. Сонда сұрақ қойған кезде басында былай айтты: біздің жаңағы осы соңғы бір жылда статистика бойынша 6 адамды ит қауіпті. Соның 3-еуі деді ма, или 5-еуі деді ма, кішкентай бала. Сол үшін енді қазір ол тұрғындар, ол жердің жаңа тұрғындары, ол ауылдың тұрғындары осы заңда қолдап отыр дейді. Атқан дұрыс дейді. Сіз не ойлайсыз деген сияқты сондай сұрақтар қойылды да. Енді мен не істеу керек ондай жағдайда дейді. Білмеймін ғой, енді ол иттер қандай жағдайда өмір сүріп жатқандарын, неге олай істегенін білмейміз ғой. Кішкентай балдар да негізі өте андай қалай өшіккен бір болуы мүмкін ғой. Қытай балдар дейтін ашулы ғой негізі, андай злой да, сөздері да, өздері да десең. Мен Қытай балдардан қорқамын десең. Подростықтардан. Жоқ, сондай болуы мүмкін ғой, өздері итке тиісті ма, әлде ол өзін қорғап қапты ма, білмейміз ғой, просто қандай жағдай екен. Вообще даже ештеңе білмесек те, просто агрессиямен жауап берудің өзі дұрыс емес деп жаздым да мен. Енді басқа не айтатынын білмеймін. Себебі ол, ал сен ит, мысалы балаңды бір ит қапты, енді сен ол итті өлтіресің, сол ауылдағы. Сен балаң өсет, жаңа ит қапқан бала өсет, бір 15 жылдай өтеді. Ол жерде иттер қайттан пайда болады ғой. Қалай түсінбейсіңдер соны, ол проблеманы шешпейді. Сен, мысалы, сен проблеманы шешкің келіп тұр, чтобы сен ауылыңда вообще бір агрессивный жүрген иттер болмаса екен деген. Ол өлтіру, мысалы, сен ойыңды түсініп тұрмын да, примерно сен вообще итке жақын емессің, просто иттер жоқ болса екен деп ойлайсың менің қасымда, жан-жағымда. Даже ол проблеманы шешпейді ғой, мына незі итті өлтіру. 15 жылдан кейін, 5 жылдан кейін, 2 жылдан кейін қайттан ол солай толып кетеді. Себебі дейтін дұрыс жүйелі жұмыс жүргізіліп жатқан жоқ ол жерде. Қайттан пайда болады бәрібір ол жерде. Не каждый раз сол кезде өлтіре бересің бе? Сонда өзіңе вообще адамдарға деймін да, ой, қалай мен мысалы бүкіл Қазақстан болып сен салық төлейсің да әр жұмыс жасап жатқаныңнан. Сол ақшаңды біреудің прям массовый убийствоға жұмсайды. Вот как вам вот это вот осознавать, соны вообще миыларыңда, бастарыңда сейтіру қалай ол? Мен түсініп тұрмын, мысалы, сен балаңды бір ит қапты, содан кейін сен уже жынданып тұрсың жаңағы итке. Ол шешім емес қой бәрібір. Қалай ол? Мен түсінбеймін вообще. Просто ол ешқандай бірдеңені шешсе екен, мына ұсынып тұрған ұсыныстары да, ештеңені шешпейді. Сосын бір жауыздықты көбейтесің, жауыздықты көбейтесің, сосын өзің үшін сондай қалай
ортада өмір сүрген қалай болады мысалы саған? Ол адамдар жаңа иттерді өлтіру үшін бір адамдар жалданады, солардың зарплатасы болады. Сонда бұрын жаңа анау не есіме түседі, концлагерлер. Зарплата төленіп, жаңа бір адамдарды газовый камераға жіберу үшін зарплата алып жүрді ғой, мысалы кейбір немістер ше. Дәл сондай қасыңда өмір сүрген, как вот мысалы қалай жүресің өзіңді сол кезде сондай ортада, қоғамда қауіпсіз сезінесің бе сонда? Сол түсініксіз да, просто олар ойлайды деймін, бір рет жаңағы өлтіреді да, все, проблема шешілді. Шешілмейді ол. Себебі сен сияқты жауапкершілігі жоқ адамдар толып жатыр. Ондай адамдар ешқашан жаңағы жоқ болып кетпейді да, ол проблеманы да шешу мүмкін емес. Сондықтан жүйелі түрде мысалы біз сайлап отқан типа депутаттар қоғамның жақсы өмір сүру үшін ден дұрыс ұсыныстар жасау керек. Мынау просто қатыгездік пен жауыздық қана. Иә. Біз бәріне айта алмаймыз ғой, адамдардың барлығына бар. Сен иттерді жақсы көр, сен иттерді сыйла деп. Жоқ, просто жаңа жүйелі түрде шешілу керек та бұл проблема. Әртүрлі адам болуы мүмкін, бірақ билік либо бүкіл Қазақстан бойынша жасалатын шешімдер, іс-әрекеттер ден дұрыс болу керек. Біз қазір билікке сонда не беріп қойып отырмыз да, сондай қалай қолдарына рұқсат беріп қойып отырық та сонда. Иә, білгендеріңді істеңдер, пожалуйста, жауыздықты көбейтіңдер деген сияқты да. Ол дұрыс емес қой. Адамның неше түрісі болады. Мен ит жақсы көруім мүмкін, келесі біреу жақсы көрмеуі мүмкін, үшіншісі вообще басқаша болуы мүмкін деген сияқты. Адамдар әртүрлі болуы мүмкін, қоғам әртүрлі болуы мүмкін, бірақ ұсынылып отқан нәрсе кішкене, білмеймін, ой елегінен өткізілу керек. Жақсы жаққа бір проблеманы шешетін ұсыныстар болу керек. Мынау не проблеманы да шешпейді, еще осы қатыгездікті көбейтеді. Сосын мен шынымды айтсам, мен бір айтқан затыңа мен келсем, шынымен де адамдарға мен ойымша үйрету керек, сен итті сыйла дегенді. Себебі итті осындай халықпен жұмыс жасау керек. Иттерден қорқу негізі халықтың ішінде, халықтың ойларында бір ит біреуді тістеді ма, болды, осының үстінен осындай миллион жаңалық шығарады, оны деген бүйтіп айға дейін көтереді, осындай үлкен жаңалық қылады. Информационный, ол мен ойымша ол тоже информационный соғыс сияқты. Сен сондай жаңалықты көбейтесің. Шынымды айтсам, неше адамды, неше кішкентай баланы ер адамдар зорлап жатыр. Бәрін өлтірек десе. Неше кішкентай бала тағы қандай себептерден зардап шегіп жатыр. Бірдеңенің үстінен құлап қалған кішкентай балдар бар шығар, стройкада ойнап жүріп, бір жерін соғып алған балдар бар шығар, бірдеңеден ауырып қалған кішкентай балдар шығар. Біздер қанша қауіптер бар кішкентай балаларға, біздер соның бәрін өлтіріп, жойып тастайық. Сонда қоғамдарымыз қандай болады екен. Бірақ біздер деген соның ішінде біздер статистиканы салыстырсақ та, біріншіден менің көргенім, ол деген статистика өтірік дегенді көрдім. Что шынымен де ондай жаңа қабаудың саны жаңалықта көрсеткендей шынымен де болмаған дегенді көрдім. Біріншіден осы. Екіншіден, шынымен де иттерден келетін зиянмен басқа вакцина қоймағаннан келетін зиян, жаңағыдай әртүрлі педофилдардан келетін зиян, басқа да сондай салдардан келетін зияндардан салыстырғанда иттердікі ол минимум. Ол екіншіден. Үшіншіден, біздердің иттермен, оның ішінде жануарлармен қарым-қатынастарымыз түбінен дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі біздер иттермен қарым-қатынасты құруға үйренуіміз керек. Жаңағыдай мен айтып өткендей, иттердің үруі, ит деген жаман. Біздер кішкентай кезде мен көрем, көп адамдарды да көрем. Мен итмен өтіп батсам, қасымда өтіп бара жатырады, мамасы или папасы баласымен, и баласына айтып жатырады, ол қазір сені тістеп алады деп айтады. Сен оған жақындама, ол қазір сені тістейді, ол қазір саған үреді, ол опасно, сен алысы өт, солай. Сен деген, сен екідегі кішкентай бөпесің, саған кішкентай кезіңнен
үйретіп жатырған заттары осы. Сені ит деген тістеп алады, өлтіреді, бүйтеді, сөйтеді. Ол тып-тыныш өтіп бара жатырған қасыңдағы ит. Адамдардың көзқарасы ондай болмауы керек. Біздер мектептен бастап иттермен қалай, жануарлармен қалай қарым-қатынас құруды үйренуіміз керек. Бір қоғамда бірге өмір сүруді үйренуіміз керек. Иттер сені қапамайды, иттер сені тістемейді. Бірақ саған итке қарай бүйтіп көзіне қарап жүгіріп келуге де болмайды. Неге? Себебі ит сенен қорқып кетеді. Әрине ол сенен қорыққасын, ол деген үруі де мүмкін, тістеуі де мүмкін. Ол өтірік емес, шын ит болғасын, ол тістеуі де мүмкін. Біріншіден, иттің тістеуінен көбінесе ондай қатты зардап шекпейтін шығарсын. Бірақ екіншіден, өзің кішкене басың болу керек. Итке жақындағанда, оның ішінде далада өтіп бара жатырған итке жақындағанда, сен енді басқа адамдарға да сен деген жүгіріп бармайсың ғой, жүгіріп барып сен оны сипамайсың ғой. Далада қасында өтіп жатырған адамды сен білмейсің ғой, қандай адам екенін. Ол да агрессивті адам болуы мүмкін, ол да сені бір соғуы мүмкін, сен оған жүгіріп барып сипап бастасаң енді. Ну да. Дұрыс та болады, ол адамның сарабынан да дұрыс болады сені бір соғу, себебі неге сен оған жақындайсың вообще. Сол сияқты иттердің де сыйлап үйренуіміз керек. Олардың да мінездері бар. Оларға комфортны болуы мүмкін, комфортны болмауы мүмкін. Сондай жерлердің бәрін біздер де кішкене үйренуіміз керек соны сыйлауға. Менің ойымша, себебі қанша жерден біздер көше иттерінің санын азайтуға тырыссақ та, қанша жерден біздер стерилизация, вакцинация дегендер жасауға тырысатын болсақ та, бірақ оларда көбейеді, ол да естественный зат. Және біздерге солармен бірге қоғамның ішінде өмір сүруге үйренуіміз керек деп ойлаймын. И екіншіден осы иттің баласы, қаңғыбас иттер деген сөздер, оларда сол иттермен қалыптастырған негативті көзқарастың бір жартысы деп ойлаймын. Еще закрепляет дейсің. Иә. Жануар сияқтысың, сен малсың, иттің баласысың, соның бәрі бір жануарға қараған негативті көзқарастарда, білмеймін. Иә, сол. Мен даже ол жайлы не айтарым білмеймін, себебі мен... Жоқ, мысалы, мен қаңғыбас иттер деп қазір енді анау мәжіліс осы заңды шығарғысы келіп тұр деген жаңалық шыққаннан кейін бүкіл қалай редакциялар журналистік барлығында қазақша енді жазғандарыңа рахмет. Қаңғыбас иттер 5 күннен кейін өлтірмекші, мәңгі ұйқыға жібермекші деп. Қаңғыбас иттер біріншіден ол калька, бродячие собаки деген. Сосын олар бродяжничать етіп жүрген жоқ. Өмірлері сондай, просто. Жоқ, мысалы, мен айтамын да, үйсіз қалған, мысалы, Құлсарыда алдында потоп болған кезде үйсіз қалған адамдарды қаңғыбас адамдар деп айтыңдар ма? Сөйтіп жазыңдар ма вообще? Үйсіз, жайсыз, көп қой сөздер, Құдай-ау, просто ит деп айтшы. Далада жүрген иттер. Сен олай жазсаң, иттерге эмпатия көбірек болады. Сол ғой. Эмпатияны азайтуымызға тырысу керек. Қаңғыбас иттер деген сразу уже негативный сөз да? Бірандай бір болады ғой, қаңғыбас дегенде маған бір білмеймін. Іші сөйтіп жүрген адам елестейді. Шынымен де айтсам, менің қаңғыбас деген сөзбен ассоциациям ол ойнап айтқан кезде бір әзіл ретінде айтылатын сөз сияқты да. И менің жыным келетін жерім, сендер деген адам, жоқ, тірі жандардың өмірлерін алып кеткің келеді. Бірақ сол жерде сен оларды еще қаңғыбас деп атайсың. Маған ол offensive. Білмеймін, ол сөз не екен. Оскорбитель. Мен үшін сен оларды өлтірейін деп тұрсың, еще оларға күлесің, сен қаңғыбассың деп. Мазақ қылып отырған сияқтысың да қайтадан. Мен сол жағына да кішкене ызаландым. Неге сен еще оны күлкіге шығарасың? Сен как будто сол жаңалықты күлкілі сияқты қылып шығарғың келіп тұр ма? Не істегің келіп тұр? Мен сол жерде. Вайбы сондай қаңғыбас деген сөздің, потому что. Иә. Мен ойлаймын, бұл осындай жаңалыққа бұл мүлдем орынсыз. И неге жаңалықтарды шығарғанда, мысалы, даже сол заңға қарсы тұратын кейбір блогерлердің, нелердің
қаңғыбас деп айтқан кезде мен ойлаймын, сен қазақша білмейсің ба, сен сол сөздің әзіл ретінде айтылатынын білмейсің ба, неге сен солай сөйлейсің? факт чек жасашы кішкене. Иә, Сол журналистер сіздерге айтатынымыз, сіздер мысалы қоғаммен жұмысты бастау үшін сіздер нормально жазып бастауың керексіздер. Иә. Иттер осылай, адамдар иттерге жауапкершілік болу керек. Хотя бы иттерді қалай атап тұрғандарыңызда да жауапкершілік болу керек. Дала иттер, көше иттері десеңіздер болады мысалы. Сосын қазақшаны қалай қолданып жатқаныңыз туралы, иттер туралы неге біз орыс тілінде ойлап сөйлейміз да, содан кейін барып оны аударамыз да. Әуелден сен жаңа қандай орыс тіліндегі уже қалыптасып қалған ойлар мен түсініктерді алып тұрсың да сразу. Бродячие собаки деген кезде қарайған ол жерде енді түсініктер бар ғой, ол орыс тілінде де онша емес сөз вообще негізі. Просто бродячие собаки сразу негативті сияқты болып тұрады. Соны сен уже копировать етіп алып тұрсың да. Кішкене ойлансаң бәрі шешіле қоятын нәрсе негізі десең. Иә. Негізі үйсіз қалған адамдар туралы да бомж деп айтатын сөзде негізінен келгенде дұрыс емес сөздер. Үйсіз адамдар деп біздер айтпауға көбінесе айтпаймыз. Иә. Бірақ негізі олар деген сондай өмірді таңдамаған адамдар. Үй деген құқық болу керек. Барлық адамда болу керек. Менің, наверное, айтып өткім келетін тек бір затым, мен қайталанам, өзімді өзім қайталап отырған сияқты, негізі осыған дейін айттым. Просто осы заттардың бәрін ойлағаннан кейін біздер осы подкастты да как будто адамдардың бір-біріне көмегінің арқасында жасап отырған сияқтымыз емес, шынымен де соның арқасында жасап жатырмыз. Бірақ тағы бір айтатын затым, осы қазіргі қиын жағдайда, заңдар жағынан қиын жағдайда біздер көп мүмкін қарсыластық та көрсете алмайтын шығармыз. Біздерде осы жағдайда істейтін шаруамыз да аз шығар, бірақ итті алғылары келетін, иттерге, мысықтарға, жануарларға көмектескісі келетін адамдар болған болса, және де өзінің пәтерінде тұру қиын болады, олармен өмір сүру қиын болады, жауапкершілік тым көп болады деп ойлайтын адамдар болатын болса, менің айтатын сөзім, қазір сондай алатын уақыт, осындай заттарды көмектесетін уақыт қазір келді деп ойлаймын. Біздерде проекттер көп, біздерге жазуға болады, мысалы біздер көмектесе аламыз. Менің өзім мысалы адамдар ит алдым, маған осыны не істеу керек деген болса, болды, мен 1 сағат сөйлей беремін. Сол сияқты басқа адамдар да бар көмектесе алатын. Сосын айтқым келетіні, кейбір адамдар қорқады, ит алса, мысық алса, жануар алса, өмірім өзгереді, кішкене еркіндігімнен еркін болмай қалам, көп уақыт алады, қиын болады, басқа қалаға бару қиын болады, жаңағыдай әртүрлі жерлерге бару қиын болады деген сияқты. Ол үшін қандай жануар алсаң да, бала тусаң да, ол жауапкершілік, басқа тірі жанға жауапкершілік алу деген, ол жауапкершілік. Сен деген тап сондай баяғыда еркін болмайсың. Бірақ біздер қоғамда тұрғасын, біздер тым андай тек өз қарабасын ойлайтын болмау керек сияқтымыз. Біздер адамдармен бірге басқа адамдарға көмектесіп, өздеріміздің басқа адамдармен қарым-қатынастарымыз үшін жауапкершілік алып, соның ішінде тек қана адамдармен емес, бірақ жануарлармен, айналамыздағы тірі жандармен, олар үшін де жауапкершілік алуға тырысуымыз керек деп ойлаймын. Және де бәрі де жаңағы мен айтқандай оп-оңай болу керек емес. Бәрі де сен үшін тек қана жалғыз өзің үшін болу керек емес деп ойлаймын. Себебі біздер ойлаймыз, осы капиталистік өмірде, индивидуалистік өмірде жалғыз өмір сүрген дұрыс, тек қана өз басыңды ойлау керек, өзің миыңның тыныштығын ойлау керек деген деп. Бірақ соны ойлап біздің ең ақыр соңында келетін жеріміз ол жалғыздық. Консюмеризм, бірдеңені сатып ала беру. Бірақ
біздерге ол жаққа емес, бірақ басқа адамдармен бірге болуды, басқа жануарлармен бірге болуды, көмектесуді, жауапкершілік алуды үйренуіміз керек деп ойлаймын. Бізге өзімізді солай тәрбиелеуіміз керек деп ойлаймын. Және де солай ит алу, иттерге көмектесу, мүмкін приютқа барып келу, көмектесіп, басқа адамдарды тауып, солармен бірге қосылып, бірге жұмыстанып, сондай заттардың арқасында сен достарыңды да табасың, қасыңа адамдарды табасың, басқа адамдармен бір қарым-қатынас қалыптастырасың, сен жалғыз қалмайсың. Байланыс сезесің. Иә, байланыс сезесің шынымен де. Мүмкін сен шынымен де жалғыз өзіңе ит ала алмасаң да, бірақ осындай бір себеп үшін басқа адамдармен қосылу ол өте пайдалы деп ойлаймын. Сондай ой бар, может сен қоса аласың осыған. Иә, мен де сенімдімін, жануарлар, ит, мысық, барлық жануарлар адамдардың жауапкершілігінде. Ол жалпы адамдық жауапкершілік деп ойлаймын. Тек Фатиханікі, я болмаса жаңағы еріктілердің, я зоозащитниктердің ғана проблемасы емес, ол сенің де проблемаң. Соны жақсы түсіну керек деп ойлаймын. Соны жақсы түсінсең, барлық болып жатқан зат, көзің айналаңда болып жатқан нәрсе сенің де проблема екенін түсінсең, жауапкершілік аласың деп ойлаймын. Сол үшін. Сосын жаңағы айтқан нәрсеге келсем, прям бұрыннан ойлап жүрген болсаңыз, жануар алғыңыз келіп, қасыңызда итті бағып, сол туралы ойлап жүрген болсаңыз, дәл қазір уақыт келді, әрекет етуіңіз керек. Оны басқа ысыратын ол өмірде уақытта жоқ. Иә. Сосын нені жануарды жей бермең десең. Соңында Веган болыңыз. Иә, жемең. Иә, қазір протеин да бәрі де жетеді. Жануар жеп керек емес, сол үшін. Отдельный тема десе. Иә, оны. Осы подкаст қалай пайда болғаны туралы айту керек па, айтасыз ба? Иә, айтып шығар. Сен бастай бер. Негізі бұрыннан ой болды, осы вегандық туралы, жалпы жануарлардың антропоцентристік бір ойға қарсы нәрселер айтылу керек, ол қоғамда таралу керек. Сосын қазақ тілінде айтылса екен, осы туралы сөз қозғалса екен, бір қоғамда осындай жаңағы подкасттың арқасында да маңызды тақырыптар көтерілсе екен деген бір ой болды. Соны қашан, осы жылдың басынан или аяғынан Айгерім екеуміз ойлап жүргенбіз. Даже бір рет біз жазып көрдік, бір подкастты жаздық, мен жаңа веган таныстармен, жалпы вегандық туралы, кім, қашан болды, қандай жаңа мифтер, анау мынау деген сияқты әңгіме айтылды, бірақ дұрыс жазылмай қалды. Содан қалай серьезный көзқараспен жасау керек деп осы не істедік. Жаңа осыған келдік қой енді. Осыны жүзеге асыруға, осы подкасттың, осындай студияның болуына үлес қосқандардың барлығына рахмет. Сол, енді сіз айтсаңыз. Иә, мен қосатыным, мен өте қуанышты болдым осы подкастқа шақырылғанымда. Мен үшін бұл да кішкене терапия сияқты болып көрінеді. Себебі өзім кішкене бір жүрегің ауыратын заттар туралы айтып шыға аласың. Мүмкін біреу тыңдайтын шығар деп ойлайсың. Сосын мен ойымша қазақша, сосын қазақ тәжірибемен, осы қазақ опытпен, қазақ адам болудың, қазақ қоғамында өскен адам болудың опытымен, сосын жануарларға көзқарасыңмен, вегандыққа көзқарас, сондай заттардың бәрі өте ерекше деп ойлаймын. Осындай өмір біздер үшін өте ерекше, осындай адамдар көп деп ойлаймын. Қазіргі күнде қалай сен осы қоғамда өмір сүре аласың, соның ішінде жануарларға да мән беріп, басқа адамдарға да мән беріп, бірақ соның ішінде өзіңді де кішкене қолдап, сосын біздер де сол подкастты талқылап жатырғанда мен де ойладым, бұл заттар мүмкін өте қызық болатын шығар деп. Мен де ойлаймын, осындай формат
басынан бастап үлкен студияға жазған өте қызық. Және де осыны іске асыруға көмектескен адамдарға үлкен рахмет. Мен ойлаймын, бәріміз бірге жиналып, осыған ақшаны да жинап, әртүрлі ресурстарды да жинап жасағандарымыз өте жақсы идея болған сияқты. Ары қарай қалай болатынын көреміз, бірақ жақсы шығатын сияқты ойлаймын. Рахмет. Айгерім ұйымдастырған ақша жинауды, қалай айтады, оны фандрайзинг дей ма? Фандрайзингті жасаған Айгерім өзінің инстаграмында. Сол Айгерімге жазылғандарға рахмет. Жай қалдырмай, сол мән беріп, тоже өздерінің уақыттарын бөліп, ақша жібергендердің барлығына көп рахмет. Сосын біздерге де рахмет десем. Ардақ біздің продюсерға рахмет. Біздермен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Лүпілдетіп тұрыңыздар. Және болашақта шығатын жаңа эпизодтарды өткізіп алмау үшін біздің каналға жазылыңыздар. Сөйлеуші шешен болу үшін тыңдаушы есті болу керек. Сондықтан өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет. Келесі кездескенше.